Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Хадижа, сүйікті қолөнер атты каналыма қош келдіңіздер. Бүгін бізде 3-ші сабақ орамалша тоқу әдісін үйрететін боламын. Орыс тілінде бұл әдіс платочная вязка деп аталады. Бірінші жазып тоқуды үйрететін боламын. Яғни тоқыманы беткі және артқы жағына аударып, оң ілмектермен тоқитын боламыз. Оң және теріс ілмектерді қалай тоқу керектігін біз екінші сабақта үйренген болатынбыз. Ол екінші сабақты көру үшін жоғарыда оң жақта сілтеме шығады, соны басып өтсеңіз болады. Сызыққа ілеміз жіпті. Алдыңғы сабақтарда өткендей, бірінші ілмекті, яғни кромочный петляны оң жақ спицаға шешеміз де келесі қатарды оң ілмектермен тоқимыз. Осы қатарды соңына дейін оң тоқып шығамыз. Соңғы ілмекті теріс тоқимыз. Кромочный петляны теріс тоқимыз. Бірінші қатар тоқылды. Енді келесі бетіне ауысамыз. Бірінші ілмекті шешеміз. Бізде алдыңғы қатар оң болып тоқылған соң, теріс жағында, жұмыстың теріс жағында бізде теріс ілмектер болып келеді. Сол үшін осы ілмектерді де оң тоқимыз. Соңында дейін оң тоқып шығамыз. Кромочный петляны, яғни соңғы ілмекті теріс тоқимыз. Келесі қатарды да дәл солай оң ілмектермен тоқимыз. Басында айта кеткенімдей, өте оңай және тез тоқылады. Оң ілмектермен әрдайым аударып тоқып отырамыз. Орамалша тоқыма әдісті айналдыра тоқығанда қалай тоқу керектігін көрсете кетейін. 5 енеге ілмектеріп бірнеше қатар тоқыдым. Және де айта кететін жайт, бұл аударып тоқығаннан қарағанда басқаша тоқылады. Яғни бірінші қатар оң ілмектермен, екінші қатар теріс ілмектермен тоқылады. Сол жақтағы спицадағы ілмекті қарасаңыз, ол теріс ілмек, яғни жұмыстың басына келген болатынбыз. Оны біз оң ілмекпен тоқимыз. Соңына дейін теріс ілмектердің бәрін оң тоқып шығамыз. Бастапқы ілмек осы жерден басталады. Яғни бірінші тоқылған оң ілмектен басталады. Алдын ала сол жерге тоқыма теру үшін іліп қойсаңыздар болады, шатаспау үшін. Келесі қатарды айналдыра теріс ілмектермен тоқимыз. Жоғарыда түсіндіре кеткендей, жазып тоқығанда біз әрдайым оң ілмектермен тоқимыз. Арт жағы болсын, жұмыстың бет жағы болсын, әрдайым оң ілмектермен тоқимыз. Тоқыманы айналдырып тоқығанда қатарды ауыстырып тұрамыз. Бірінші оң болса, екінші қатар теріс болады. Теріс ілмектер болады. Осындай өрнек шықты. Орамалша әдіс өте әдемі көрінеді бұйымдарда. 3-ші сабақ осымен аяқталды. Түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарияға жазып кетсеңіздер болады, тез жауап беруге тырысамын. Алда бізде 4-ші сабақ шеңбер құрып айналда тоқуды үйрететін боламын. Сабақты өткізіп алмау үшін міндетті түрде каналыма тіркеліп, колокольчик қойды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар. Келесі сабақта кездескенше.